Народное радиода Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең ақпанның 3-не арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Бүгін өзіңізге көңіл бөліп, тынығып алыңыз. Негізгі міндет көтеріңкі көңіл-күйді сақтау. Себепсіз күлу ақымақтықтың белгісі, бірақ бүгін өте көңілді жүресіз. Өзіңізді құдіреттімін деп санамаңыз, мүмкін емес нәрсені қайта жасауға тырыспаңыз. Келісім шарт жасаудан қорықпаңыз. Бүгін жұлдыздар сізге пайда мен қауіпсіздікке кепілдік береді. Бүгін басқаларға көмектесуден шабыт аласыз, және бәрі көрінгеннен әлде қайда қарапайым екенін естен шығармаңыз. Мүлдем маңызды болмайтын танысу тағдырдың қалауымен сіздің бүкіл өміріңізге деген сүйіспеншілікке айналуы мүмкін. Бүгін бикештер, достығыңызды бағалай алатын досыңыздан көмек аласыз, күніңіз сәтті өтеді. Ұзақ уақыт бойы не ойлануға болады, я деп жауап беріңіз. Бүгін неге деп сұрамаңыз, не үшін деп сұраңыз. Егер сіз бүгін үлкен адамнан қандай да бір кеңес естісеңіз, жақсылап тыңдаңыз. Егер сіз физикалық формада болғыңыз келсе, оны бүгіннен бастаңыз. Басшыңызбен келісуге тырысыңыз. Бүгін сіздің мінезіңізді көрсету үшін қолайлы күн емес. Сізді төменге тартатын нәрседен босатыласыз, оған өкінбеңіз. Алдағы күндеріңіз жарқын болмақ. Бүгін тәуешкілерге бүкіл әлем тек олардың айналасында айналатындай болып көрінеді. Ләззат алыңыз. Ұзақ уақыт бойы шетке сырылып келген шағын жұмысты аяқтауға тамаша уақыт. Қазір сіздің жаныңызда жүрген адам өте қиындау жан, бірақ ол сізді жақсы көреді. Сондықтан оған жүрегіңіздің кілтін беруден қорықпаңыз. Достардың ортасында демалу дәл бүгін қажет. Жұлдызнама соқиғышқа сықпау керек дейді, өйткені барлық жерде бәрі өз уақытында болады. Кішкентай нәрселер сіздің көңіл күйіңізді бұзуына жол бермеңіз. Бүгінгі күні адал балықтар алдауды оңай қолдана алады, алайда өтіріктің құйрығы келте екенін ұмытпаңыз. Ақпанның 3-не арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода Жұлдыз жорамал.